Баршаңызға қайырлы күн, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен өте нәзік, осындай жұмсақ, дәмді печеньенің рецептімен бөлісетін боламын. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Алдымен таза ыдысымызға бөлме температурасындағы сары май, қант екеуін жақсылап миксерлейміз. Кейін бір жұмыртқа қосып, оны да жақсылап миксерлейміз. Кейін ұнымызға разрыхлитель қосып, жақсылап араластырып, енді осы ұнды қосып, барлығын миксерлейміз. Міне бізде осындай масса пайда болады. Кейін өздеріңіз қалауларыңызға қарай шоколадқа қоссаңыздар болады. Міне осылай түйіршіктеп араластырып, кейін противенге пергамент қағазын төсеп, міне осылай қасықтың көмегімен осылай арасын алшақтау етіп орналастырып шығып, қызып тұрған пешке 180 градус пеште 15-20 минуттай пісіреміз. Міне осылай печеньелеріміз дайын болды. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздермен болған салтанат. Видеоны аса лайк басып, комментарий жазып, каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар.